Ана видео. Наркоз беретін дәрігер Мерей Шваныч есімі. Қазірсінде общий наркоз болады. Бұрын операция болды ма? Бірінші рет. Операция біткесін оянған кезде мына трубканы сезесіз. Полностью оянғасын трубканы алып тастаймыз. Трубканы сезген кезде басыңызды былай-былай шайқамаңыз, хорошо? Қасыңызда боламыз, қорықпаңыз. Саламатсыздар ма? Мен Пангерей Мерей, Атырау облыстық ауруханасында анестезиолог дәрігер болып жұмыс жасаймын. Біздің жұмысымыз таңертеңгі 8-8:30 басталады. Науқастарды шығып жатырған смен біздерге тапсыратын болады. Біз соларды қабылдап аламыз. Бізде күнде смен ауысып тұрады. Бір 24 сағаттан кейін, келесі 24 сағатқа басқа дәрігер келетін болады өзі. Біздің жұмысымыз таңертеңгі обходтан басталады. Науқастарды қарау, соларды талқылау, анализдерін қарау, және де науқастардың ары қарай тактикасын шешу болып табылады. Зал ғой, реанимационный зал. Реанимационный залда, бұл залда терапевтический пациенттер, хирургический емес, көбіне терапевтический, инсульт алған пациенттер терапияға қатысты. Содан кейін біздер күнделікті пландарымыз бөлінеді, науқастарды операцияға алар кездегі. Біз науқастарды общий жаңағыдай заведующий отделение бөлім меңгерушімен бірге қаралады, ол науқастар қаралып болғаннан кейін өзіне әрбір жұмыс бөлінеді. Бүгін мені мысалы неге жіберу мүмкін? Лор операционныйына жібереді. Сондағы науқастарды операцияға аламыз. Онда жаңағыдай жағы сынған науқастар, мұрны сынған науқастар, соларға наркоз беретін боламыз бүгін. Біз қазір наркозды бастадық. Енді лор дәрігерлер өзінің операциясын жасайтын болады. Біздің жұмысымыз енді бұл жерде науқастың давлениесін, пульсін қадағалау, пациент оянып кетпеуіне, пациентте ауырсыну болмауына соны қадағалайтын боламыз. Анестезиолог реаниматологтың бір күндік жұмысы осылай. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.